Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін ерекше, жұмсақ, дәмді, қатпарлы болып шығатын түрік елінің ачма атты тоқашын әзірлейтін боламыз. Сондықтан видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суға ашытқыны қосып, біраз уақытқа қоямыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, екінші жұмыртқаның сарысын бөліп аламыз. Сарысын соңынан тоқаштың бетіне жағамыз. Және жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық қант. Егер мен секілді тәттірек болған қаласаңыздар, 4 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Және 4 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін 150 мг сүт және дайын болған ашытқымызды қосып араластырып, соңынан ұнды біртіндеп салып, қамырын илейміз. Қамырын илеп болғаннан кейін ыдысын майлап 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді еріп тұрған сары майға 1 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Қамыры ашығаннан кейін сол қалпында алып, илемей біртіндеп қолмен тегістеп жаямыз. Мінеки қамырымызды жайып алдық, енді ортасына сары майды жағамыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей қамырды бүктеп, бетіне тағы да сары май жағамыз. Енді қамырды бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Менде 8 қамыр шықты. Енді қамырдың формасын дайындаймыз. Ол үшін қамырды алып, осылай айландырып, соңын жақсылап бекітеміз. Барлығын жасап болғаннан кейін бетін жауып 10 минуттай тындырып аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін жаңа артылған сары майдан бетіне жағып шығамыз. Мінеки керемет болып шығатын түрік тоқашы дайын. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біз жасағаннан өте сәтті шығатын рецепт.